Бисмиллахиррахманиррахим. Ассалаумалейкум, ханымдар. Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Феруза Мырзаева. Біраз араға үзіліс салып, тейп жасару курсының, яғни марафонның 3-ші бөлімін шығарып отырмын. Бүгінгі марафонда біз қандай ақпараттар аламыз? Бүгінгі марафонда біз скулы дейді ғой, қазір ханымдардың көбісі сызып алатын контур жасайтын әдемі скул шығарамыз. Сосын мұрындағы ісікті кетіреміз, яғни мұрынға коррекция жасаймыз. Сосын носогубкаға тейп жабыстырып көрсететін боламын. Осы ақпараттың барлығы осы бөлімде болады. Сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер. Кішкене үзіліс болып қалды, денсаулығыма байланысты. Сондықтан кішкене кешірім өтінемін, 3-ші бөлім кеш шығып жатқанына. Бірақ өзім жабыстырып жүрдім. Міне алдында көрсеткен тейптен осы ғана қалды. Бүгін сіздерге жаңағыдай қалай дұрыс скулы шығаруға болады, қалай мұрындағы ісікті кетіріп, мұрында әдемі коррекция жасауға болады, носогубкаға қалай әсер етеміз, соның барлығын көрсететін боламыз. Ал кеттік онда. Ең бірінші мұрынға қалай жабыстырамыз. Мұрынға былай осы жерге дейін өлшеп аламыз, және де оны 2 есе қылып қырқып аламыз. Қазір мұрынға арналған жаттығуды көрсетейін. Енді бәрібір сіздерге массажбен жақсы нәтиже болады дегеннен кейін массажбен көрсетейін. Осылай міне. Бұлай есептеп қырқып алдым. Енді ұзын болып кетті. Бұл қалыңдық қылады. Осыны жіңішке қылып кесіп алатын боламыз. Тура ортасынан кесіп аламыз. Енді мұрны ісік болатын ханымдар көп болады. Сол кісілерге таптырмайтын мүмкіндік. Ұшынан да кішкене қырқай өткені ұзын болып кетті. Енді осыған жасардан алдын бірінші мұрынға массаж жасап аламыз. Ол үшін қолымыз осындай күрчік жасаймыз да, тура мұрынның екі шетінен төменге қарай 1-2 минуттай осындай массаж жасап жібереміз. Одан кейін барып, тура мұрынның астын қол саусақтарымен ұстап, осылай бас 1 минуттай басып жіберіңіздер. Бұл еріндеріңіздің көлемі үлкеюіне де көмектеседі. Неге өйткені уақыт өте келе біздің ерніміз қысқарып бастайды да, өйткені ауыздың айналасындағы бұлшық ет қысқарады, содан кейін жіңішкеріп кетеді. Фейс-фитнес жаттығуларын осы тейпті қолдану арқылы еріндеріңізді қайтып өз қалпына келтіре аласыздар. Осы массаж жасағаннан кейін тура ортасынан бөлеміз. Тура мұрынның басталатын тұсына қоямыз. Жабысатын жерін. Сосын бір бөлігін жоғарыға қарай жабыстырамыз. Екінші бөлігінде тура солай. Енді біз осы уақытқа дейін тейпті жабыстырғанды созбаймыз деп айтамыз, е? Так, кішкене турлап алсақ болады. Осылай қылып жібереміз. Ал мұрынға келген кезде, енді егер кішкене көтергілеріңіз келсе, азғантай ғана созуға болады. Неге? Енді қалған 2 бөлігін 2-ке бөлеміз. Жаңағы артылды ғой 2-ке. Тура соны 2-ке бөлеміз. Операциядан шыққан сияқты болып қаласыздар, еңіздегілер түсінбей қалмасын. Сөйтіп, тура мұрынның үстіне жабыстырып қоямыз. Осылай. Жаққа дейін жабыстырсаңыздар болады, немесе тура осылай ғана қалдырсаңыздар болады, немесе мына жерге дейін ғана тейпті жабыстырсаңыздар да болады. Ол өз еріктеріңіз. Осылай мұрынды коррекция жасаймыз, былайша айтқан кезде. Ал енді скулыға жабыстырамыз. Скулыға жабыстыру үшін алдымен біз өлшеп аламыз. Осы жерге дейін. Мінекей. Скулыға жабыстырған кезде қалай жабыстырамыз? О деген әріпті шығарамыз. Сол кезде бізде көрдіңіздер ме, бұлшық ет шығады. Төменнен жоғары қарай осы жерге жабыстырамыз. Осы қалыңдық болады скулыға.
бұқалап жібереміз. Алдында осы скотч жабыстырғанда түнде ұйықтаған кезде бір жағы түсіп қалған. Екінші жағын алған кезде менде кәдімгідей байқадым. Бір жағының кәдімгі кіріп, бір жағының кәдімгі тұрғаны ше. Тейптен міндетті түрде нәтиже болады хадымдар. Мына жағын өлшеп аламыз. Екінші жағы да өлшеп алдық. Енді екінші жағында тура солай жабыстырып аламыз. Төменнен жоғары қарай. Жабыстырудың түрлері көп. Мен сіздерге ең оңай түрлерін, қолайлы түрлерін көрсетіп жатырмын. Негізі тейптің жабыстыратын түрлері өте көп. Симметрия болуы мүмкін әр кезде әрқалай, яғни біз осылай жабыстырамыз, соны қыздырып аламыз. Енді носогубкаға жабыстыратын боламыз. Енді күлгенде кішкене сызық болатын, осы жерде өзімен қатты байқалатын, осы тейп жабыстырып жүргелі байқағаным, сол сызықтар кетіп қалыпты. Және де осы жерге жабыстырып жүргеннің арқасында ернімнің көлемі үлкейгенін байқадым. Сондықтан тейпта нәтиже болмайды демеңіздер. Күнделікті міндетті түрде үзбей жасасаңыздар, сіздерде нәтиже болады. Бірінші тейпімді аштым, бұл бибаланс тейпі екеу болып келді. Негізі андай ғой, осының қалың түрде бар да, көлемді. Немесе осы екіге бөліп тұрған түрде бар. Осы екіге бөліп тұрған түрін алсаңыздар да болады. Енді носогубкаға қалай жабыстырамыз? Носогубкаға жабыстырардан алдын сіздерге носогубка өте жақсы нәтиже беретін массаж көрсеткім келіп отыр. Ол үшін тура мына мұрынның осы нүктесі болады осы жерде. Соған саусақтарымызды қойып, жақсылап массаж жасап аламыз. 1-2 минуттай жасағаннан кейін осылай жоғары қарай тартамыз. Ол носогубканы кетіруге жақсы көмектеседі. Қазір көп ханымдарда осы носогубка проблема ғой. Енді біз күлген кезде сызық пайда болатын тұсты өлшеп аламыз. Примерно өлшеп аламыз. Енді осындай көлемде шықты. Енді осыны екіге бөлем өткені бұл қалыңдық қылады. 1-2-ге бөліп аламын. Носогубкаға жабыстырарда мен өзі шеттерін кішкене дөңгелектеп алғанды жақсы көріп жүрмін соңғы кездері. Дөңгелектеп аламыз. Сосын қалай жабыстырамыз? Күлген кезде біздің неміз туындайтын жерді байқап аламыз. Сосын кішкене ернімізді ісіргендей боламыз. Мына жерімізді ісіреміз. Сол жерден жоғары қарай жабыстырамыз. Екінші жағында тура солай қырқып жабыстырып алатын боламын. Асимметрия болуы мүмкін, ештеңе етпейді. Яғни тура біз сол сызықты бойымен жоғары қарай жабыстырамыз. Мен бүгінгі тейпім осындай шықты, осылай. Тура алдыңғы бөлімдегідей бастапқы кезде 2-3 сағат, одан кейін 9 сағатқа дейін жабыстырып қоямыз. Тура төменнен жоғары қарай жаймен май жағып, немесе мицеллярный су жағып шешіп аламыз. Тек қана осылай жабыстырамыз. Жабыстырудың түрі өте көп, бірақ осы тәсілді өте оңай деп ойлаймын өзім. Сондықтан сіздерге ең оңай түрін ұсынып жатырмын. Осылай ұйықтаймыз. Жұмыс істесеңіздер де болады. Ал ханымдар, сіздерге осы видео пайдалы болса, ақпараттар сіздерге пайдалы болса, алыс-беріс заңдылығына сай, менің парақшамды, каналымды бөлісіп, жақындарыңызға бөлісіп, осы тегін марафоннан олар да пайда көрсін деген оймен сауап үшін бөліссеңіздер болады. Және де келесі бөлім иншалла енді, яғни біздің астымыздағы брилиді кетіруге жақсы көмектесетін, скул молодости шығаруға көмектесетін тейп жабыстыру жолын көрсететін боламын. Мүмкін сол соңғы сабақ болатын шығар марафонның. Ендеше
Сау саламатта болыңыздар. Келесі видеода жолыққанша комментарий қалдырып, өз ойларыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Қандай кемшілік бар, немесе қандай сұрақтарыңыз бар, барлығын қойып кетіңіздер. Сіздердің ойларыңыз мен үшін өте маңызды. Сіздермен болған Феруза Мырзаева. Келесі видеоларда жолыққанша сау саламатта болыңыздар.